біледі. Мысалы, бір адамдар болады, өзіне оңаша қалса, жүрегі тарсылдап, өзінен өзі мазасы қашып, қорқыныш ұялап, өзін жалғыз сезініп, жалғыз қалып кеткендей состояниеға кіріп кететіндер болады. Бұндай кезде бізге, конечно, уже психологтың көмегі керек болады. Егер сіз өте көп жалғызсырайтын болсаңыз, көп қорқа беретін болсаңыз, ештеңке өзгермейтін сияқты, сабақтың барлығы түк нәтиже әкелмейтін сияқты, бір тупикке тіреліп қалған сияқты, сондай бір халге түсіп кеткен болсаңыз, бұндай кезде онда техникаларды өте көп жасауымыз керек болады. Түсінікті, иә? Түсінікті. Сіздерге мен ертең хал техникасын беремін, шүкіршілік техникасын беремін, одан кейін 3 хат техникасын беремін. Әр техниканы құндылық сабағына қатысушылар, сіздерде, менің қателеспесем, сіздерде барлықтарыңызда блокнот дәптерлер болу керек. 90 күн марафонның ішінде сіздер бүкіл реніштеріңізбен проработка өздеріңіз жасауларыңыз керек. Кіммен отношениеңіз дұрыс емес, сол адамға хопонопоно техникасын жасауыңыз керек. Менің бір сабақтарымның бір жақсы жері, сабақ оқу үшін бір бөлмеге тығылып бәлен сағат уақыт арнамайсыз. Сіз шай ішіп отырып енеңізбен проработка жасай бере аласыз. Байқадыңыздар, иә? Сіз жай ғана үйге уборка жасап жүріп, молшылық техникасын сіңіре аласыз. Сіз жай ғана тамақ істеп тұрып аффирмация істей бересіз. Яғни менің сабақтарыма уақыт бөлуін. Сіз дәретханада отырып, ұйықтап жатып, мысалы үшін мен зікірге отырып алғамда, қазір мен адаммен сөйлесіп отырсам деп зікір айтып отыра беремін. Маған айтады, сіз не айтып отырсыз дейді. Маған арнайы уақыт бөлудің қажеті жоқ. Мен автобуста отырсам да зікірін, мен супермаркетте жүрсем де, ресторанда отырсам да айтып жүре беремін. Аффирмацияны айтып отыра беремін ше мен. Мен моншаға кіргеннен шыққанша техникамен кірем, техникамен шығам. Кіріп жатқан кезде менің әрқашан жолым болғыш, әрқашан жолым болғыш. Менің миымда, ойымда босамайды. Қазір қандай бір қорқыныш, қандай бір уайым, волнение кіріп жатқан кезде менің миым автоматом, менің әрқашан жолым болғыш, әрқашан бірінші алып шығады. Өйткені ол оған әбден жаттыққан. Осы состояниеға қалай сіздер келесіздер, көресіздер ғой. Сіз отбасын басқара аласыз. Басқару деген бәрін жұмсап қойып, аяқты көтеріп жату емес. Энергетически басқару деген не? Басқалардың құрметіне ие болу. Отбасын басқару, ата-енені басқару деген ата-енені жұмсау емес. Олардан өзімді биік сезіну емес. Басқару дегеніміз не? Біз айтады ғой, үндемеген үйдей бәлеңден құтылады дейді. Немесе дейді, үндемей жүріп жеңесін дейді. Яғни біз үндемейміз, ішімізбен жұмыс жасаймыз, в итоге не істейміз? Үндемей жүріп, өз қалауымызды орындап, құрметке ие боламыз. Міне біздің қалаған нәтижеміз осы. Ішкі рух. Біз өзімізбен көп жұмыс жасаған сайын біздің ішкі рухымыз өседі. Ішкі рух өскен, ішкі рух әлсіз адамдардың қандай признак бар? Ішкі рух әлсіз адамдар өте көп ұрысқыш болады. Сен мен айтқанды істемей жатсың, сен мынаны жету керексің, сен бүйту. Оған кажется, басқалардың басынып жүрген сияқты. Сол үшін ол бетпақтанады, айқайлайды, әлеуметтік желіде байқайсыздар, иә, аузынан түкірігі шашырап, әркіммен ұрысып бүйтіп жатқан адамдар болады. Ішкі рух адамның өліп қалған кезде ода қорқыныш пайда болады. Ішкі рух деген не? Ішкі тірек, опора жоқ қой. Ол сол кезде слабый, әлсіз